Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен содасыз, ашытқысыз шелпек дайындап үйренеміз. Ол үшін бізге қажетті затымыз жылы сүт, бөлме температурасындағы жұмыртқа, қант және тұз қажет болады. Жақсылап араластырамыз. Үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Бірден салып жібермейміз. Шетіне ұн қосып отырып, жұмсақтау қамыр илеп шығамыз. 10-15 минутқа демалдырып қоямыз қамырымызды. Демалған қамырымызды алып, 7 бөлікке бөліп алдым. Себебі 7 шелпек пісірмек болдым. Осындай 7 бөлікке бөліп алдым. Енді әрқайсысын сәл ұн сеуіп отырып жайып аламыз. Тез пісіп кететіндіктен барлығын бірден жайып алу қажет. Себебі сүтке үйленгендіктен тез қызарып кетеді. Мен барлығын дайындап алдым, жайып. Міне көріп тұрғандарыңыздай 2 шетін тез аударып пісіріп аламыз. Міне бізде осындай жұмсақ, әрі өте дәмді болып шығатын шелпегіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айдана.